Ассалаумағалейкум, қадірменді өнерсүйер қауым. Сіздердің алдарыңызда Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваторияның ұстазы Кенегес Басқыбек. Менің бүгін қозғайтын тақырыбым бойындағы күйшілік дәстүр. Жем өзені Қазақстан территориясындағы үлкен өзендердің бірі. Оның ұзындығы 700 шақырымдай алқапталар. Жем өзенінің 90% қазіргі Ақтөбе облысы, қалғаны Атырау облысы Миялы, Құлсары аудандарында. Жем өзені көнеден сол өңірде тұрған халықтың тіршілік көзінің негізгі бұлағы болған. Ол талай ақын, жырау, әнші күйшілердің өнеріне арқау болған қасиетті арна. Солардың ішінде атап кетсек, Нұрпейіс Байғанин, Шернияз, Батақтың Сарысы, жырау Ақтан Керейұлы, Жиембет жырау, Қызыл әнші, Кердері Әбубәкір, тағы басқалар. Енді күйшілерге келетін болсақ, ең алдымен жем бойында мекен еткен Боғда күйшіні айтуымыз керек. Академик Ахмет Жұбан ғасырлар пернесі атты еңбегінде Боғда, Жем, Сағыс өзендерінің бойында тұрған күйші деп айтады. Осы бойда профессор Тымат Мерғалиев те домбыра сазы кітабында келтіреді. Боғданың бізге дейін жеткен 10 шақты күйі бар. Солардың біреуі Жем суының тасқыны. Бұл күйді бізге алып келген атақты қазанғаптанушы Бақыт Басағараев күйдің тарихын былай мәлімдейді. Тасып жатқан Жем өзенінен өтем деген Боғда, Жемнің асау ағысы атымен қоса ағызып әкетеді. Бір жарға соғылған аты суға кетеді де, өзі шаққа деп аман есен қалады екен. Сонда Боғданың айтқаны, япырмай, мына табиғаттың күші керемет құдірет екен-ау, бұл менің атымды ағызып алып кетті, өзім өлім аузынан қалдым. Өмірдің өзі де осы қатты ағыс сияқты емес пе деп, осы күйді тартқан екен дейді. Енді тартылатын, айтылатын күйшілер көп болады, естіліп жүрген күй, сондықтан негізгі әуенін орындап отырайын. Келесі айтып кететін күйші бұл Тоғызбай күйші.
Тоғызбай күйші Әлім руынан шыққан 19 ғасырдың күйшісі. Тоғызбайдың есімі Қаналы төренің өткізген үш ананың айтысы деген күй сайысында айтылады. Тоғызбай сол тартыста өзінің басынан қызық уақиғаны баяндап, өзінің Қызыл қайың мамыт деген күйін орындап береді. Тоғызбай осы жем бойын мекен еткен күйші. Оның дәлелін Домбыра сазы кітабында Тымақ Мерғалиев келтіреді. Ақтөбе өңірінде Тоғызбайдың 4-5 күйі қалған. Соның ішінде Жұмабай Ақсақал деген үлкен қазанғап танушының нұсқасы. Шалқар совхозында тұратын қазіргі Жылтыр деген аты бар. Бұл өте үлкен қазанғап танушы. Қасында 3 күн бойы болдым. 60-қа жуық күйлерін жазып алдым. Сол Тоғызбайдың бір циклды орындалатын 3 күйін тартып берейін сізге. Оның тарихын былай баяндайды. Тоғызбай Мамыт деген қыздың үйіне қонаққа барады екен. Сол кезде Қызыл қайың деген ит, қабаған ит екен. Тоғызбайды қаба жаздап алдынан шығып үрген екен дейді. Соны Тоғызбай күймен суреттейді. Сонда иттің үргенін естіген Мамыт далаға шығып, Тоғызбай Мамытқа айқайлапты дейді. Ойбай Мамыт, өлдім Мамыт, итің қабыт, итің ұста депті дейді. Осы жерде не күй сөйлеп тұр, өлдім Мамыт деп. Қызыл қайың итін байлап, Мамыттың Тоғызбайға айтқаны дейді. Саймен неге келмедің, бұғып неге келмедің, тыныш неге келмедің дегені ғой енді. Соны да күйге салған дейді.
осындай циклда Ақтөбе өңірінде осындай Тоғызбайдың күйлері сақталған. Келесі күйші бұл Құрманияз күйші. Құрманияз Қазанғаптың ұстазы болған, жемнің бойында тұрған күйші. Құрманияздың көптеген күйлері болған, бірақ бізге дейін жеткен жалғыз ілме деген күй. Қазанғап өлгенше дейін ұстазымның күйі деп осы ілме күйін тартып кетеді екен. Соны сіздерге бір шолып орындап берейін. Жүріп отыратын күй. Келесі күйші бұл Мәңке күйші. Мәңке Қазанғаппен бірге осы Тоғызбай сияқты 5 қалада Әзберген ханның ұйымдастырған күй тартысында бірге күй тартады. Осы Мәңкенің бізге дейін жеткен жалғыз күйі ғана бар, Қоңыр деген. Оны біздерге жеткіздірген, машалақ атпен жүрген үлкен Қазанғаптанушы осы Доңызтауда марқұм болып кетті. 2000 жылдары мен қасына бардым, 5-6 сағат бойы күйлерін тыңдап, осы Қоңыр күйін жазып алған. Машалақ шын есімі Мәмбетәлі Нәжмеддин. Ал енді осы Қоңыр күйін орындап берейін.
Келесі күйші Айша күйші. Жем бойында Айшаның бізге дейін жеткен 3-4 күйі қалды. Қазан аттанушы Бақыт Басығараевтың репертуарында да Айшаның күйлері бар. Сол бір нұсқасын сіздерге орындап берейін. Жалпы Айша күйші жалғыз жем бойында емес, Маңғыстауда да Айша болған, Жайықта да Айша болған, Әлшекеймен бірге күй тартысқа түскен арқада да Айша болған. Мына нұсқаны мен Арынқұлов Жақан деген қазан аттанушыдан алдым. Қабылдадыңыздар. Küylердің бірі. Келесі күйші бұл Үсен Төре күйші. Үсен Төре жем бойының күйшісі. Ақтөбе өңірінде туған және Ақтөбе өңірінде жатыр. Қазір Ақтөбе қаласында Қарғалы деген маң бар. Сонда көне қорым бар, сонда жатыр Үсен Төре. Үсен Төре Орынборда оққан, ерлер гимназиясын бітірген, өте сауатты адам болған екен. Орынборда Қарағамыс темірлерде базар басы болған, өте бай, ауқатты адам болған. Бұл кісі туралы Ақтөбеде архивтерде көп деректер бар. Солардың ішінде бұл кісі меценат болған екен. Ақтөбе қаласының алғаш тас қалаушылардың бірі болған осы Үсен Төре. Үсен Төренің бізге дейін жеткен 7-8 күйі бар. Солардың ішінде Паң көйлек, Сен кеткенде мен қайтем, Шамшырақ, Өттің дүние тағы басқалары. Өкінішке орай мен бүгінге дейін қалған тың күйлерді үлгере алмадым, шығарып, бұйырса әлде де шығады. Мына Өттің дүниенің керемет бір нұсқасын сізге тартып бергім келіп отыр. Бұл нұсқа Сайдауқас Балмағанбеттен келген, көзі тірісі кезінде тірі қазанға атанған. Сайдауқас Балмағанбеттің алғаш күйлерін нота жүйесіне түсірген ғалым ағаларым, ұстаздарым Айтжан Тоқтаған, Мұрат Абылғазы. Келесі күйші Қамбар Медетов. Енді Қамбар Медетов туралы аңыздар өте көп.
Қамбар Медет қазіргі Ақтөбе облысы Мартөк ауылында дүниеге келген. Орынборда заң курсын бітірген өте сауатты адам болған. Ахмет Жұбановтың шақыртуымен Құрманғазы оркестрін құруға атсалысқан адамдардың бірі. Осы Құрманғазы оркестрімен Москваға барып, концерт беріп, сонда осы Сталиннің алдында ақсап құлан күйін тартқан осы Қамбар Медет. Енді жалпы Үсен Төре, Қамбар Медет Ақтөбедегі төрелік күйшілікке келетін болсақ, бұл өте ұзақ әңгіме. Себебі бәрі бір-бірімен байланысты. Мысалға, Қамбар Медет Үсен Төренің күйеу баласы болған. Ал Үсен Төре болса, тікелей Арынғазы ханның немересі. Арынғазы ханның ұрпақтары әлі күнге дейін Ақтөбе қаласында тұрады. Олардың үлкені Роза Арынғазиева апамыз. Ақтөбеде көп сұхбаттасып, көп мәлімет алдық сол кісіден. Сондай ойлар. Енді Арынғазы ханның, мына Қамбар Медет Үсен Төренің соңғы ұрпақтары бұл Айжан Бердібаева апамыз, қазір үлкен ғалым, қазақ өнеріне елеулі үлес қосқан ғалымдар апайларымыздың бірі. Келесі күйші әрине бұл Қазанғап бабамыз. Қазанғап бабамыз осындай міне ортадан шыққан күйші. Жем бойын күйшілерін аралап, өзінің күйшілігін жетілдірген күйші. Қазанғап Ақтөбе өңірінде, облысында туып, сол өңірде жерленген. Менің Инстаграм парақшамда осыдан бір жыл бұрын Қазанғаптың басына барған экспедицияның суреттері, видеолары тұр. Сол Қазанғаптың ауылдарымен, жатқан жерімен танысқысы келген адам сол парақшадан алады. Енді Қазанғаптың күйлері осы күнге дейін біразы тартылып келді. Солардың ішінде бір естілмеген біреуін тартайын. Бұл Торы Жорғаның шыбын қағары деген күй. Бұл күйді академик Ахмет Жұбанов еңбектерінде жазып кетеді. Ондай күйдің барын. Және де бұның тарихын баяндап кетеді. Осы ұстаздардың бәрін жем бойын аралап келген Қазанғап, осының бәрі менің Торы Жорғаның арқасы деп, Торы Жорғаның шыбын қағары деп бір күйді тартады екен дейді. Бұл нұсқаны мен Арынғолов Жақан деген кісіден алдым.
болған сияқтымын. Енді түйіндей келе ойымда жем бойындағы мекен еткен күйшілерді атап өтуге болады. Бұл Тоғызбай, Құрманияз, Үсен Төре, Айша, Қазанғап, Қадырәлі Ержан, Қамбар Медет, Желеке Шайпақ, Айсай Шәріп, Әлмұрат Өтеғұл, Бақыт Басығараев, Сәдуақас Балмағанбет, Момын Байғанин, Абдулхамид Райымберген, қазір үлкен ғалым ағамыз, Тұрар Әліпбай, Нұрболат Жанаман, Жайла Басылхан, Мақсат Тілепберген, Төребек Мұстафин, Талап Хамзин және Құрманғазы Асылхановтарды айтып кетуге болады. Дем қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет, сау сәлеметті боламыз.